Сәлеметсіңдер ме, 6-шы сынып оқушылары? Бүгін біз қазақ әдебиеті пәнінен «Мен балаң жарық күнде сәуле қуған» бөлімін бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өмірі мен шығармашылығы, шәкірт ойы өлеңімен танысамыз. Сіздермен Түркістан қаласы Төле би атындағы нөмір 19 жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Сембиева Гаухар Әлімжанқызы. Менімен бірге болыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Ал балалар, бүгінгі сабағымызда бұлым оқыту жүйесін негізге ала отырып, бағалау критерийі бойынша ақын өмірі мен шығармашылығымен танысамыз. Шәкірт ойы өлеңіндегі негізгі ойды анықтаймыз. Шығармадан әлеуметтік мәселелер табамыз. Үзінді арқылы өз ойымызды дәлелдеп, көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіреміз, өлең құрылысына талдау жасаймыз. Ал қанекей балалар, сабағымызды бастайық. Сұлтанмахмұт Торайғыров 1893-1920 жылдар аралығында өмір сүрген. Мен сіздерге сауал қоюдан бастайын. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың көгінде күн болмағанда кім болам деген Сұлтанмахмұт ақынның өмірі қандай болды екен? Сұлтанмахмұт 1893 жылдың 28 қазанында Солтүстік Қазақстан облысы Уәлихан ауданында дүниеге келген. Ол 2 жасқа толмаған кезінде анасы қайтыс болады. Болашақ ақын 6 жасқа дейін әжесінің тәрбиесінде болады. Содан кейін әкесі Шоқпыт 2 баласын алып туған жері Баянауылдағы ата қонысына көшеді. Торайғыр көліне таяу жерден қыстау салады. Сұлтанмахмұттың балалық шағы осы жерде өтеді. Баян тауы Қозы Көрпештің Баян сұлуы туған тау деседі. Сұлтанмахмұттың аталары Торайғыр, Шоң деген кісілер қазақ даласына аттары кеңінен таныс, атақты би, батырлар болған. Шоң би есімі Қалмұқан Исабаевтың осы аттас романынан белгілі. Ал Торайғыр елін сыртқы жаудан қорғаған белгілі батыр әрі би. Баян тауының бауырында Торайғыр есімімен аталған үлкен көл бар. Ақынның өз әкесі Әубәкір момын, кедей адам болған. Шаруасы күйсіз, үнемі малшы киімінде жүретін оны замандастары Шоқпыт атандырған. Күнкөріс қамымен Шоқпыт сол кездегі Омбы уезінің Шағырай болысына қарасты Қарауыл Шабар ауылында бай жездесі Шабар баласы Қанапияны паналап, соның малын баққан. Сұлтанмахмұттың алғаш алған білімі әкесінің ескіше хаттануы еді. 13 жасында Мұқан, Әбдірахман, Тортай деген молдалардан білім алды. Өлеңге жақын Мұқан молда Сұлтанмахмұтты ақындыққа бауласа, Әбдірахман молда өлең шығарғаны үшін жазалайтын еді. 1911 жылы жаңаша оққан Нұралы ұстазының көмегімен қазақ, татар тілдеріндегі әдеби кітаптар мен газет журналдармен танысады. 1912 жылы Троицкідегі Ахун Рахман Құли медресесіне түседі, бірақ бір жыл оққан соң өкпе ауруының зардабынан оқудан шығып қалады. Торайғыров енді оқуды тастап, бала оқытумен кіріседі. Халқымыздың біртуар перзенті, сүйікті ұлдарының бірі, абзал азамат, ақын Сұлтанмахмұт Торайғыровтың қаламынан өміршең туындылар дүниеге келді. Адасқан өмір, кедей, жарқынбай, кім жазықты, қамар сұлу, жақсылық көрсем өзімнен және сондай-ақ көптеген шығармалардың авторы. Оның тұңғыш жазған өлеңі секілді өмір қысқа жарты тұтам, оның өмірге және өнерге құштарлығын және де кейінгі тамаша туындыларының бастамасы екендігін көрсетеді. Өзінің өмірі қысқа болғанымен, небәрі 27 жыл. Жырларының ғұмыры ұзаққа созылды.
Ұстаз бен шәкірт бір-бірінен ажырамайтын ұғымдар. Жер бетіндегі барлық адамның мейлі ол хан болсын, батыр болсын, ақын болсын, ұстазы болады. Қазақ халқы ұстазды аса қадірлеген. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы, немесе шәкіртсіз ұстаз тұл деген мақалдар осының дәлелі. Ұстаз алдында отырған оқушыға терең білім берсем, адам болатын түзу жолды көрсетсем деп ойлайды. Шәкірт ата-анамның, ұстазымның үмітін ақтап, елдің болашақ қамқоршысы, азамат болсам деп ойлайды. Ал 19 ғасырда шәкірт не деп ойлады екен? Ендеше балалар, Торайғыровтың «Шәкірт ойы» өлеңін тыңдап көрейік. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болам? Мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кіремін. Еңбек бейнет тарауы рахатқа сарқылар, қыздырып күннің қарауы надандық теңізі тартылар. Орын ортайып көгерер, қызығын жайлап ел көрер. Тұрмыс, тағдыр бәрі де бұл мақсаттан бұралмас. Қаһарман Рүстем әлі де бұрам деп жолда тұра алмас. Сыланған жардың күлкісі алдандырмас бірісі. Демек, ел жұртын, халқын сүйген ақын адам болуды, азамат болуды бәрінен жоғары қойған Сұлтанмахмұт Торайғыров қазақ поэзиясы мен прозасын жаңа сатыға көтеріп, қазақ әдебиетінде жаңа жанрлар тудырған қаламгер болған. Ендеше балалар, келесі кезекте бірінші тапсырмада шығарма мазмұны бойынша кестені толтырамыз. Шығармадан қандай әлеуметтік қоғамдық мәселелерді байқадым? Оны қай үзінділермен дәлелдей аламын? Әлеуметтік қоғамдық мәселе. 20 ғасыр басындағы қазақ халқының әлеуметтік жағдайының әлсіз болғаны, қараңғы қазақ деп білімділердің аз болғанын байқауға болады. Бұл үзіндіде қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Енді әлеуметтік қоғам тағды. Халықтың ел билігіне сенімсіздігін байқауға болады. Үзіндіде мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. Надандықтың ұлғайып тұрғанын байқауға болады. Үзіндіде қыздырып күннің қарауы надандық теңізі тартылар. Тағы бір мәселе, еткен еңбектің бейнеттерінің зейнеті аз болғанын байқадым. Бұл үзіндіде еңбек, бейнет тарауы рақатқа сарқылар. Міне оқушылар, 20 ғасыр басында әлеуметтік қоғамдық мәселелерді анықтап алдық. Осындай мәселелерді көре білген шәкірт нені армандайды? Ойы қандай екен? Кәне екінші тапсырма бойынша бірге шәкірт ойын топтастырайық. Шәкірт ойы: өнер білімге ұмтылу, мейірімділік, адамгершілік, жақсы мен жаманды айыра білу, ақылды болу және еңбекқор болуды армандайды екен. Жарайсыңдар балалар, сендердің де осындай асқақ армандарың бар екеніне сенімдімін. Демек, үшінші тапсырмада өлең құрылысына талдау жасаймыз. Авторы, тақырыбы, идеясы секілді сұрақтарға жауап береміз. Авторы: Сұлтанмахмұт Торайғыров. Тақырыбы: шәкірт ойы. Идеясы: халқын қараңғылықтан алып шығу, өзге елдермен теңестіру. Жанры: өлең. Шумақ саны: 3. Шумақ дегеніміз аяқталған синтаксистік ойды білдіреді. Тармақ саны: 6. Тармақ дегеніміз өлеңнің әр жолы. Бунақ саны: 2. Бунақ дегеніміз белгілі бір дауыс ырғағымен бөлінуі. Буын саны: 8. Дауысты дыбыстардың санына байланысты. Ұйқас түрі: шалыс ұйқас.
Ұйқас дегеніміз өлеңнің бітім мазмұнымен тамырлас келіп, оған әуен ерекше сөз беріп тұратын өлең тармақтарындағы сөздердің үндестігі. Осыған қосымша шығармада қаһарман Рүстем, Әли есімдері кездеседі. Олар ислам дініндегі ерлік көрсеткен атақты батырлар. Қане балалар, 4-ші тапсырмада Повс формуласы бойынша шығарманың идеясын анықтаймыз. Жетек ойлар мыналар. Жарайсыңдар балалар, дұрыс айтасыңдар. Шығармадағы басты идея қараңғы қазақтың көзін ашу, оқуға, білімге шақыру екен. Сұлтанмахмұт Абай мен Ыбырай негізін қалаған ағартушылыққа бет бұрған өлеңінде жастарды оқу білімге шақырғанын байқаймыз. Туған айдай болып, күнді алуға белді буады, тұрмысты жеңуге жігерленіп, ақиқатты табу жолын таба алмай ізденуді мұрат тұтады. Келесі кезекте 3Қ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Маған қызық болған екі нәрсе, маған құнды болған екі нәрсе, маған қиын болған екі нәрсе. Ақын шығармалары 20 ғасырдың басындағы қазақ қоғамы шындығын, ондағы жаңашыл ой пікірлердің дамуын танытатын үлкен белес. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болам деп жырлаған ақынның шын мәнінде де бүгінгі аспандағы рухани сәуле шашып тұрған ең жарық күндердің бірі болып мәңгілікке қалатынына ешкімнің де таласы жоқ. Ендеше үй тапсырмасын алайық. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Шәкірт ойы» өлеңін жатқа айтамыз. Мені мазалайтын ойлар тақырыбында эссе жазып келеміз. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.